Бәріне сәлем. Қыстың қамын жазда ойла дегендей, қауыннан осындай тосап жасадым. Өте дәмді болып шығады. Балалар бір отырғаннан жеп таусады. Ең алдымен осындай қауындарымызды жақсылап екі бөлікке бөліп, ішіндегі дәндерін алып, өзімізге ыңғайлы етіп турап алатын боламыз. Турап, сыртын тазалап болғаннан кейін, кішкентай бөліктерге бөліп, яғни барлығын майдалап турап ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымызға салып алғаннан кейін, оның үстіне қантымызды керегінше сеуіп аламыз. Мен бұл жерде 200 граммдай қантты сеуіп, жақсылап араластырып, 2 сағатқа қойып қоятын боламын. 2 сағаттан кейін газге қойып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Менде міне примерно 2 сағаттай газде қайнайды. Қайнағаннан кейін осындай банкаларға құйып алатын боламыз. Сіздерде міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Және де балаларға сөзсіз ұнайды. Менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ас болсын.